Еңбекші ауданда қылмыстық істер бойынша электронды және бұйрықтық тәртіпке қаралатын істердің саны 2 есеге артқан. Яғни 2021 жылдың 12 айында 206 адамға қатысты 202 қылмыстық іс қаралған. Бұдан бөлек сыбайлас жемқорлық бойынша 7 тұлғаға қатысты 7 қылмыстық іс қозғалған. Бұл туралы Еңбекші ауданы сотының төрағасы Сайдбаттал Тоқбергенов өткен жылды қорытындылап мәлімдеме жасады. Аудандық соттың 2021 жылды қорытындылау есебінде өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда біршама ілгерілеушілік бары байқалды. Бұл атқарылған істердің статистикасын сөйлеткенде айқайлап тұр. Сандық көрсеткіште көңіл қуантқан цифрлар сапаның басты назарда екендігін айтады. 21 жылдың 12 айында 486 адамға қатысты 433 қылмыстық іс түскен. Оның ішінде 455 тұлғаға қатысты 407 қылмыстық іс аяқталып, 274 тұлғаға қатысты 107 қылмыстық іс қысқартылған. Қылмыстық іс бойынша айыптау үкімі шыққан. 116 тұлғаға 107 қылмыстық іс қысқартылған. Медиация ата жолын жалғаған бітімгершілік пен ортақ ымыраға келу. Ауданда кәсіби медиаторлар белсенді жұмыс істеп келеді. Оның ішінде татуластыру рәсімдерімен 334 іс қаралып, 201 судья медиаторлардың көмегімен 27 іс бітімгершілік мақсатында аяқталған. Ал сот кабинеті сервис арқылы 3475 талап арыз түскен. 2021 жылдың 12 айында сыбайлас жемқорлыққа қатысты 7 тұлғаға 7 қылмыстық түскен. Азаматтық істер бойынша 21 жылы 12 айында сотқа жалпы 4752 арыз түскен, 13486 іс аяқталған. 1863 шешім шығарылған. 663 сот бұйрығы шығарылған. 522 талап арыз қараусыз қалдырған. Сот төрелігінің ашықтығы мен жариялылығы мемлекеттік саясаттың негізгі бір бағыты. Жылды қорытындылап есеп берген мамандар сот төрелігін іске асырудағы жауапкершілік, еңбек тәртібі мен заманауи құрал жабдықтарды игеру, технология мүмкіндігін тиімді үйлестіру бүгінгі күннің басты талабы екендігін айтты. Айдана Қуанышқызы, Талғат Елеубеков, Бақыт Байларов, жаңалықтар.